Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге әдеттегідей ерекше пирог рецебтін ұсынғалы отырмын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр илегенге араластырғанға ыңғайлы ыдыс аламыз. Үстінен жұмыртқамызды, қантымызды, сұйық майымызды, ванильді қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, және де қопсытқышты салып, қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша дейін жақсылап араластырып аламыз. Артынан илегіштен өткен ұнымызды қосамыз, біртіндеп отырып, араластыра отырып. Соңына қарай қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Иленген жұп-жұмсақ қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Салафан немесе пищевой пленка кигізіп. Ендігі креміне бізге сүт қажет болады. Сүтіміздің жартысын, жұмыртқамызды, қантымызды және де кукуруз крахмалын қосып, біркелкі масса болғанша дейін жақсылап араластырамыз. Араласып болғаннан кейін сүтіміздің қалған бөлігін құямыз. Құйғаннан кейін тағы да жақсылап араластырып аламыз да. Оттың баяу отта араластыра отырып, қоюланғанша пісіреміз. Өте ерекше крем болып шығады. Араластырып отырамыз, ұмытпаймыз. Шамамен 10 минутта дайын болады. Артынан суға қойып, пирогымыздың бетіне қажет алмасын тураймыз. Алмамызды осылай теркінің көмегімен біркелкі етіп өткізіп алсаңыздар болады. Бізде көп алма кетпейді және де біркелкі әдемі болып шығады. Ендігі формамызды алып, астына пергамент қағазын төсесеңіздер болады, немесе жақсылап майласаңыздар болады. Қамырымызды осы ыдысымыздың формасына келтіріп, бортиктарын шығарып, жайып аламыз. Қолымыздың көмегімен нанымыз қалың болмау керек, артығын алып қалсаңыздар болады. Кремін жағып, үстінен қасығымызбен тегістейміз бетін. Артынан туралған алмаларымызды өзіміздің ыңғайымызға қарай орналастырамыз. Қамырыңыз артылып жатса, печеньелерді жанына қойып пісіруге болады. Ыңғайымызға қарай алмаларды орналастырдық. Енді қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минуттай 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Бетіне сәндеу үшін қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айман. Келесі кездескенше.